Банан жемісінің адам ағзасына пайдасы. Банан депрессиямен күресуде көмектеседі. Оның құрамында триптофан заты бар. Бұл триптофаннан қуаныш гормоны, яғни серотонин синтезделеді. Сондықтан бір банан жеп көңіл-күйді айтарлықтай жақсартуға болады. Банан әлемдегі аллергия тудырмайтын жалғыз ғана жеміс. Тіпті жас нәрестелерде банан ешқандай гиперсезімталдық, яғни аллергия көріністерін бермейді. Сондықтан бананды жас сәбилерде жесе болады. Сондай-ақ банан сүйектерді қатайтады. Банан арқылы ағзаға кальций жиналып тұрады. Қалыпты жағдайда ағзадағы кальций сынды пайдалы минералды заттар зәрмен сыртқа шығып кетіп отырады. Ал банан жегеннің арқасында ол кальцийлер ағзада мығым болып ұсталып тұрады. Банан ішек микрофлорасын жақсартады. Бананның құрамындағы ферменттер арқасында ағзаға тағаммен түскен пайдалы заттар әдеттегіден қарағанда жылдамырақ сіңірілетін болады. Іш қатуы бар адамдар үшін банан өте пайдалы жеміс. Әрдайым банан жеу іш қатудан мықты қорғаныс болып есептеледі. Банан сондай-ақ энергия көзі. Егер спортпен шұғылданбас бұрын банан жеп алсаңыз, бұл жаттығулардың эффективті өткізуіне септігін тигізеді. Анемия қаназдар үшін банан таптырмас тағам. Оның жұмсақ заттағы темір мөлшері айтарлықтай көп болуы анемиясы бар адамдар үшін тағам рационын қосуға бірден бір себеп болып табылады. Жәндіктер шаққанда қышу пайда болса, бананның сыртқы қабығын сол жәндік шаққан орынға жағып қойыңыз. Сонда қышуын бірден басатын болады. Банан ақыл-ой қызметін жақсартады. Жоғарғы мөлшердегі калий адамды жаңа ақпарат алып танып білуінің жағынан қолайлы жағдай жасайды. Сол себепті күнделікті бананды жеп тұрған жөн.